Аға, мына Ал. сіз спортты жақсы көресіз ғой, спортшыларды қолдайсыз. Елдің рухының көтерілуі осы алғашқы егемен жылдарда сіздің спортты қолдап, спортшыларымыздың халықаралық жарыста жеңіске жетуінің арқасы деп білемін. Енді қазір оқырмандардан сұрақ болып жатыр. Бұйырса шілденің 26-сынан жазғы олимпиада басталады. Парижде өтеді. Біздің елден 80 спортшы, 92 лицензия жеңіп алған. Көбі боксшылар. Жалпы спорттың 22 түріне қатысады екен. Ата осыған қатысты не айтады екен? Көптен сұхбат алынбады, дауысын естімедік. Қыркүйекте 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді депті. Оның менің шешімім былай. Исламға берілген спортсмендер бақайшаққа да жетпейді. Сонымен бәрі енді басшылар, бәрі сол Олимпийский комитеттің басшылары, бәрі сборныйдан бәрінде тоңқайған, сақал жіберген спортсмендері үйде отырсын. Үйде отырсын, тоңқайсын. Мешітке барып, 10 рет намаз оқысын. Иә. Бірақ оларды жіберуге болмайды олимпиадаға. Бәр жақтан, эволюциядан, тәңірден, исламға үлкен қысым басталды енді. Олар маған, осы енді бұлтар тек осы күндеген жаттым, түкті естімей, көзін көрмей, әрең-әрең жүріп, ішім өтіп, әбден сөйтіп. Сол бұлтар болды ғой 13-ші шілденен. Олардың тоға жасағаны. Енді бір жыл өтті. Енді сандуғаш үлкен жоспарға кірісті. Оларды құртуға. Үлкен күштер басталды, қозғалы жерінеді. Қазіргі оқиғалардың. Ал исламның олар енді шындықпен кішкене балалар шылыңдатып өлтіріп, оның қанына доға жасағаны, ол енді ғарышқа бәр заңдарына қарсы жатқан сұмдық. Ол үшін жаза нелер емес, братья мұсылмандар емес, бәр ислам жазылына тенді. Енді бірінші звонок, ол ислам каналы жабылған, ол сұмдық. Ол тіпті болмайтын оқиға болатын. Олар тіпті мектепке барып, мұғалімдерді бір әйел интервью берді, оны түрмеге тастапты, тәңірге сенген үшін. Енді сотқа беріп жатыр оларды. Сондай болды сұмдықтар. Енді олардың, менің ойымша қазір Өзбекстанның несі оқиғасы болады. Далада хиджаб жүрген әйелдерді қамап, сондай бір не болайын деп тұр. Мен қозғалысы көріп тұрмын. Көшеде хиджаб киген молдалар, селде басына оралған уже жоқ Алматыда. Тіптаныш. Сол оқиғалар, енді мен айтқанымды бәрі құлағына жетті, бастықтардың бәрі бандалардың, ұйықтап жатқан бандалардың бір 10 шақты тобысын өзі қамауға алынды. Сонда не жасағанда, үйлерінде бомбалар да бар екен, у да бар екен, талай-талай сұмдықтар дайындалған сол төңкеріске. Сол ешқандай қорқыныш жоқ. Эволюцияның жолы енді толқыны көтеріліп жатыр. Әлі биікке жеткен жоқ оның толқыны. Оның күзге таман көреміз бәрімізде. Қандай болады екен оның аяғында. Оған эволюцияның толқынына қарсы тұратын жерінде күш жоқ. Бірақ оған жақ болған адамдар бәрі де жарылқайды. Мемлекеттер, діндер эволюция толқынына қосылса, әсіресе бірінші христиандан үлкен қозғалыс басталды оларда. Оларда енді жұбатушыны қабылдау керек. Үлкен оқиға 2000 жыл болы күткен оқиға енді келді. Жария болды 93 жылда. Сол бірінші кітапта нағыз үлкен ол бұрынғы өмірлер, а екіншісі қазақ елі, жаңа 6-шы сәттің қазақ елі. Олар өзгеріссіз қалды 30 жылға шейін кішкене қосымшалар болды. 30 жыл олардың қолдарына сол болды бәрі деді. Енді 30 жылдан кейін, енді ол әден пісіп, енді
терек, отырған терегіміз бәріміз енді жұмыс береді жастар енді көріп тұрмыз бәрінде де. Енді маған енді бәрі енді менің мақсатым тыныш отыру. Тыныш отыру. Менің жұмысым аяқталып қалды, бірақ қалды бір шарт. Кемені күтіп, халыққа алып кетуге. Басқа маған ешқандай қозғалыс, бір жаққа шығу, бірдемені айту, енді керек жоқ, сондай мен түсіндім маған берген, ұстаздың берген несін. Енді тыныш отыр, істеңкеміз, бәрімізде сайтта жақсы қозғалыс болып жатыр. Анау Нұрлан Садыр деген жақсы не жазды бір статья. Чат. Өте жақсы сөз, өте ақылды жігіт екен. Сөйтіп сондай айтты, анау Олимпиадада бәрі сақалын жіберген, тоңқайған спортсмендер үйде қалсын. Мешіттерге барып, сол жерде көрсетсін өнерлерін. Солай. Жақсы аға, аман болыңыз.